Арыс қаласына қарасты Байырқұм ауылында мереке қарсаңында көптен күткен қуаныш орын алды. Қаладан шалғай орналасқан ауыл тұрғындарының тұрмысын жеңілдететін табиғи газ жүйесі іске қосылып салтанатты түрде алау жағылды. Салтанатты шараға Арыс қаласының әкімі Қайсар Маңқараев, қалалық мәслихат төрағасы Қайрат Ахметов, мердігер мекеме өкілдері, сала мамандары және ауыл тұрғындары қатысты. Шаһар басшысы байырқұмдықтарды қуанышты сәтпен құттықтап, бұл бастама ауылдың әлеуметтік экономикалық дамуына үлкен серпін беретінін атап өтті. Ауылдарды дамытуға және де халықтың тұрмыс жағдайын жақсартуға берілген тапсырмасының аясында және өздеріңіз білесіздер, кеше наурыз айында өңір басшымыз облыс әкімі Нұралхан Нұралбай Көшеровпен есептік кездесуде осы сұрақты көтеріп, ол нақты тапсырма беріп, біз жоспар құрып, соны енді мына іске асып жатқан осындай оқиғасында куә болып жатырмыз. Сондықтан Байырқұм жұрты Арыс қаласына қарасты ауыл округтер арасында бірінші болып газге қосылып жатыр. Сол құтты болсын сіздерге. Енді сөзсіз енді мына тұрғындарымыз көмір жағып, күл шығармайды, әуре болмайды, сол емес па? Және де табиғи газ әр шаңырақтың тұрмысын жеңілдетіп, уақыт пен қаражатты үнемдеуге мүмкіндік береді. Енді алдағы уақытта бағана айтып жатырмыз, 2 айдың көлемінде ала бұйыртса мына Жиделі, Көкжиде, Аққала ауылдарына да газ қосылатын болады. Ол бойынша барлық жұмыстар жасап жатырмыз. Енді техникалық себептерге байланысты оларды осы 1-2 айдың ішінде қосуға әрекет жасаймыз, Құдай қаласа. Сондықтан енді Байырқұм өзі білесіздер, биыл енді біршама жұмыс жасалып жатыр, мына 1-2 көшелерін жарықтандырып жатырмыз. Балдар мектепке баратын аяқ жолдарын салып беріп жатырмыз, тротуарларын, спорт кешенін салайын деп жатырмыз. Бүгін енді газ қосылып жатыр. Мен ойлаймын, осы ауылдың дамытуына үлкен серпін беріп, Құдай қаласа, осы ауылдың тұрғындарының тұрмыс жағдайы жақсарады деп мен сенімдімін. Жалпы Байырқұм ауылы тарихы терең, Сырдария жағалауындағы іргелі елді мекен. Ауылға газ жеткізу жобасы аясында ұзындығы 24,1 шақырымдық газ құбыры тартылды. Жоба аясында 506 абонент немесе 3,5 мыңнан астам тұрғын табиғи газға қол жеткізіп отыр. Енді Байырқұм ауылында тұрғындар көмір жағып, күл шығарып, әуре болмайды. Таза әрі тиімді отын, табиғи газ әр шаңыраққа жылу мен жайлылық сыйлайды. Бұл отбасылар үшін тек тұрмысты жеңілдету ғана емес, сонымен қатар уақыт пен қаражатты үнемдеудің де үлкен мүмкіндігі. Бүгін осы Арыс қаласына қарасты Байырқұм ауылды мекенінде көгілдір отын беріліп отыр. Бұл біз үшін, ауылымыз үшін бір керемет үлкен жаңалық. Әсіресе осы жас келіндерге қолғабыс өте бір тиімді болды. Жалпы Арыс аудан әкіміне, Дәулет газ командасына көп үлкен алғысымызды білдіреміз шын жүректен. Сіздерге көп рахмет, жұмыстарыңыз алға баса берсін. Салтанатты шара барысында ауылда алғашқылардың бірі болып, үйіне газ қосқан Баймахан Арапбайұлын қала әкімі мен сала мамандары арнайы барып құттықтады. Зейнеткер табиғи газдың қосылуын зор қуанышпен қабылдап, бұл ел игілігі үшін жасалған маңызды қадам екенін атап өтті. Көгілдір оты келіп елімізге, ауылымызға жақсылық, рахмет ел азаматтарына, аудан әкіміне, Дәулет газ әсіресе осы жерде еңбек етіп жатқан елімізге газды кіргізіп, бүгінгі күні беріп қуаныштымыз. Құдай қаласа, рахмет сіздерге де келіп бізден мына елмен араласып, келісіп, осындай газ бергендеріңізге. Жылына 6-7 тонна көмір жағатын тұқым. Құдай қаласа, ол көмір жағудан, күл шығарудан құтылатын болдық. Әсіресе келіндерім қуанып жатыр. Ауыл ақсақалдары мен тұрғындары да бұл игі істердің жалғасын табарына сенім білдіріп, қуаныштарын жеткізді. Алдағы уақытта Байырқұмнан кейін Жиделі, Көкжиде, Аққала елді мекендері де кезең-кезеңмен табиғи газ жүйесіне қосылатын болады. Жұмайым Абызбайдын, Мұхаммед Әли, Әділ, Арт ТВ жаңалықтары.